Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбір және туынды сөз. Біз сендермен өткен сабақта түбір және туынды сөзді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта сендер негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасайсыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырасыңдар және жауап бересіңдер. Берілген суреттерге мұқият қараңдар. Бұл суреттердің авторын білесіңдер ме? Бұл суреттердің авторы Әбілхан Қастеев. Ендеше, қазір біз сендермен Әбілхан Қастеев туралы ұтымды жауап деп аталатын мәтінді оқимыз. Болашақ суретші бала бір күні 13 жыл қой бақтым. Енді оқимын. Таяқ қуат болса да мұрат емес, деп Жаркентке жаяу кетеді. Жаркентте байларға жалшы болып, аздаған тиын тебен табады. Ол ақшасына қағаз, бояу сатып алатын. Әбілхан 25 жасқа келгенде оқу іздеп Алматыға жол тартады. Оның небәрі 2 сыныптық білімі болды. Атақты суретші Николай Гаврилович Хлудовқа салған суреттерін көрсеткенде, ол баланың өнеріне қайран қалыпты. Сурет салуды қайдан және кім үйреткенін сұрағанда, Әбілхан Қастеев таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берген екен. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтін кім туралы? Қазақтың атақты суретшісі Әбілхан Қастеев туралы. Қастеев неліктен Хлудовқа таудың бұлағынан, қойдың құлағынан, анамның киізінен, ешкімнің мүйізінен деп жауап берді? Қалай ойлайсыңдар? Себебі сурет салуға жастайынан қызыққан. Ендеше Әбілхан Қастеев туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Алматының Көктөбе баурайындағы шағын аула. Дәл мына үйде қазақтың халық суретшісі Әбілхан Қастеев ғұмырының соңғы 15 жылын өткізді. Содан бері еш нәрсе өзгермегендей. Бұл ұлы суретшінің шеберханасы. Алып мольбертке түрксіп картинасы ілініпті. Жанында шебердің соңғы жұмыс деген қылғаламы, бояулары, кенептер. Түрксіп туындысы кенеп бетінде бекер тұрған жоқ. Қастеев саналы ғұмырының соңғы сәттеріне дейін осы тақырыпты зерттеп өткен жан. Ерте жаста ата-анасынан айырылған тұл жетім қалған ол қара еңбекке бала кезден араласты. 16 жасынан болашақ суретші Түрксіп магистралінің құрылысына үлес қосты. Шойын жолдың әр тасына, теміріне, алып құрылысына өзі куә. Әбілхан Қастеев реалист суретші. Өз замандағы түрлі оқиғаларды қаз қалпында бейнелеген. Бір жұмысты бастаса тура мағынасында ішкен асын ұмытатын суретші азды көпті ғұмырында 20 мыңнан аса кенеп бетіндегі жұмыстарын жазып қалдырды. Оның жартысы еліміз музейлерінің қабырғасында көпшілік назарына ұсынылған. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастырайық. Мәтінімізге қайта оралайық. Мәтіндегі туынды сөздерді тауып көріңдерші. Туынды сөз түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалынатын сөздер. Суретші, жалшы, сыныптық, атақты. Балалар, сендер дұрыстап алдыңдар ма? Енді бұл сөздерді сөз құрамына талдайық. Түбірі мен жұрнағын ажыратайық. Суретші сөзінде сурет түбірі, ші, жұрнақ. Жалшы түбірі жал, шы, жұрнақ. Сыныптық сөзінде түбірі сынып, тық, жұрнақ. Атақты сөзінде түбірі атақ, ты, жұрнақ. Бәрекелді балалар. Берілген түбір сөздерге тиісті жұрнақтарды жалғау арқылы жаңа сөздер жасаңдаршы. Мұнда
талап, көңіл, бала, дос, сый, жалқау, ән, сурет, ақыл, сыз, түбір сөздері берілген. Талап, талапкер, көңіл, көңілді, бала, балалық, дос, достық, сый, сыйлық, жалқау, жалқаулық, ән, әнші, сурет, суретші, ақыл, ақылды, сыз, сызғыш. Берілген мақалды мұқият оқыңдар. Білімді жастан ақыл шығар, ақылды қарттан нақыл шығар. Мақалдағы туынды сөздерді табыңдаршы. Білімді, ақылды. Енді сөз құрамына талдайық. Түбірі білім, ді, жұрнақ. Ақылды түбірі ақыл, ді, жұрнақ. Балалар, бізге не берілген? Жұрнақтар берілген. Енді осы жұрнақтарға түбір сөз жалғау арқылы туынды сөз жасаңдар. Паз, өнерпаз. Ш жұрнағы, оқушы. Хана, баспахана. Кер, іскер. Қой, сән қой. Балалар, сендер қандай сөз жасадыңдар? Бізге өлең берілген. Өлеңді бірге мәнерлеп оқиық. Кеме жасап теңізде, балық аулап ойнаймыз. Кенші болып кен іздеп, тауды барлап ойнаймыз. Құрылысшы, сәулетші, малшы болып ойнаймыз. Темір жолшы, жұмысшы, әнші болып ойнаймыз. Өлеңдегі туынды сөздерді тауып көріңдер. Мұндағы туынды сөздер: кенші, құрылысшы, сәулетші, малшы, темір жолшы, жұмысшы және әнші. Сендер дұрыстап алдыңдар ма? Балалар, берілген тапсырмаға мұқият қараңдар. Мұнда әріптердің орны ауысып кеткен. Қанеки, сөздерді табайық. Бірінші сөз шортан. Екінші сөз үйшік. Үшінші сөз қандай? Қарбыз. Төртінші сөз дәрігер. Соңғы сөзіміз қандай? Балық. Дұрыстап алдыңдар ма? Балалар, бұндағы сөздерден туынды сөздерді табыңдаршы. Бұнда үйшік және дәрігер сөздері туынды сөздер. Себебі бұл сөздер түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалынған. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасадыңдар. Ұтымды жауап мәтіні бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Бәрекелді балалар, сендердің қолдарынан келді деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.